Өмірде критик адамдар болады. Мемлекетті сынайды, басшыларды сынайды, айналадағы адамдарды сынайды. Бірақ оған өзінің өмірін сынайтын адам жоқ. Өзіне сен неге өйтіп жүрсің, неге бұлай қылдың дейтін адам табылмайды. Өйткені одан аяқ тартады. Өзіне сын айтатын адамдар кездестірмейді. Бәрін көріп отырады, бірақ ешкім үндемейді. Айналадағы адамдар ешкім айтпайды. Оған тек қана айтатын әйелі. Сөйтеді, ол критик адамға әйелі айтқан кейін оған жау көрінеді. Ең алдыменен өзінің өміріңді түзеп ал. Өзінің ұяңды жасап ал. Өзің тұратын жеріңді жылдап байлап салмай, бірінші өзің тұратын ұяңды жасай алмаған адам ол мемлекеттің сынына не алады сынап, басшының сынына не алады сынап, сен өзіңнің тұратын отаныңды құра алмаған адам қалай ол сынайды біреуді? Бірінші жасап ал, кейін сынағын, сонда жарасады сынау. Мен түсінбеймін ондай адамдарды. Тек қана негатив әңгімелерді көреді. Сөйтеді, денесіне, миына жаман қара энергиялар жиналып алады. Сөйтеді, ол адам ауырады. Барлық жері. Өйткені ода қара күш, қара энергия жиналып қалған миына. Сол үшін сынайтын адамдар бірінші өзіңнің отбасыңды, өзіңнің жұмысыңды 100% сенімді қып, күшті қып жасап ал, кейін барып айналадағы адамдарды сынасаң болады. Бала-шағаңды жайғастыр, үйіңді жайғастыр, жұмысыңды жайғастыр. Кейін барып басқа адамдарға сын айтсаң жарасады. Сен өзіңді тұрламай, сен біреуді сынай алмайсың. Бірінші өзіңді тұрлап алу керек, одан кейін барып сын айтсаң болады. Баяғыда үлкен ақсақал шалдар айтып отқан жастарға. Сол сияқты, сондай дәрежеге жету үшін бірінші сол үлкен ақсақал сияқты